Сәлем достар, баршаларыңызға. Бүгін сіздерге ИП-ға жұмысшы тіркеу туралы видео көрсететін боламын. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Менің арнама тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Алда сіздермен көптеген пайдалы видеолар түсіретін боламын. Ең алдымен сіздер Google-ға электрондық еңбек биржасы деп еңбек.кз сайтына кіріп аласыздар. Міне осылай. еңбек.кз деп жазсаңыздар, сіздерге шығарып береді. Міне электронная биржа труда дейді. Енді сол жерде кірген кезде войти деп тұрады, соған кіресіздер. Ең алдымен сіздер тіркелмеген болсаңыздар, астында зарегистрировать деп тұрады, тіркелу деп. Соны тіркеліп аласыздар. Оны қалай тіркеу керектігін мұнда емейлмен немесе ұялы телефон арқылы тіркеліп алсаңыздар болады. Өздеріңізге пайдалы, өздеріңізге ыңғайлы тілді қойып аласыздар жоғары жақта. Егер де тіркелмеген болсаңыздар, міне тіркелу дегенді басасыздар. Сіз кімсіз? Жұмыссызсыз ба, или жұмыс берушісіз ба? Соны таңдап тіркелесіздер және электрондық пошталарыңызды міндетті түрде жазасыздар. Соған сообщение келеді, соны подтвердить ету керек боласыздар. Сосын парольдарыңызды жазасыздар, екі жерге галочка қоясыздар, тіркелу деп осылай тіркеле бересіздер. Немесе сіздер тіркеліп қойған болсаңыздар, ИГОФ арқылы тіркелсеңіздер де болады, кірсеңіздер болады ЕЦП ключпен. Ол үшін астында тұрған ИГОФты таңдайсыздар. Сосын ИГОФқа сіздер ЕЦП ключтарыңызбен кіріп аласыздар. Сертификатты таңдаңыз деп басып, ЕЦП ключтарыңызды таңдап, парольдарын жазып, осылай ИГОФқа кіріп аласыздар. Сосын сіздерге разрешить деп шығып тұрады. Разрешитті басасыздар, сол кезде сіздерде міндетті түрде еңбек.кз сайтына кіргізеді. Міне осылай кіресіздер. Жоғары жақта тұрған личный кабинет дегенді басасыздар. Осы жерде мой кабинет дегенді таңдайсыздар. Егер де сіздер ИП-ларыңызды тіркемеген болсаңыздар, осы жерге предприятие деген жерге кіріп, добавить етіп, сіздер ИП-ларыңызды тіркеп аласыздар. Егер де ИП-ларыңыз тіркелмеген болса, енді келесіде сіздер өздеріңізге ыңғайлы тілді қойып алыңыздар бұл жерде де. Сосын трудовой договор деген жерге кіресіздер. Міне сол кезде сіздердің ИП-ларыңыз шығып тұру керек. Ал егер де сіздердің ИП-ларыңыз бұл жерде атауы шықпаса, данныйларыңыз шықпай тұрса, добавить предприятие дегенді басасыздар. Әрі қарай ЕЦП ключтарыңызбен қол қоясыздар. И астына түскен кезде мына жердегі страницалардың барлығын, фамилия, имя, отчество барлығын толтырасыздар және ИП адрестерін барлығын толтырып, сохранить етіп, осылай ИП-іңізді шығарып алсаңыздар болады. Келесіде енді договор деген жерге барасыздар. Бұл жерде сіздерде, егер де сіздер алдында жұмысшы тіркелген болса, осылай жұмысшы сіздерге шығып тұрады. Міне қай кезде тіркелген және қай кезден бастап жұмыс жасаған барлығы осы жерде даталары шығып тұрады, жұмысшы тіркелген болса. Енді біз жұмысшы тіркейміз, екінші жұмысшы тіркейін деп жатырмыз. Жоғары жақта зарегистрировать трудовой договор деген тұр, соны басасыздар, бірінші тұрған. Міне осы кезде сіздерде өздеріңіздің жұмыс берушінің данныйлары шығады. Бірінші енді данный работника деген жерге барасыздар да, ин работника деген жерге сіздер индеріңізді жазасыздар да, найти дегенді басасыздар. Сол кезде сіздерге мына жерде толық аты жөніңіз, имя, отчествоңыздың барлығы шығады. Енді келесіде номер договора деген жерде сіздер нешінші рет жасап жатырсыздар договорды? 1, немесе 2, немесе 3. Бізде қазіргі жағдайда бұл біріншісінде жұмысшы тіркеліп қойған. Енді біз екінші тіркеп жатырмыз ғой, екінші жұмысшыны тіркеп жатырмыз ғой. Сондықтан номер договора деген жерге мен 2 дегенді қоямын. Егер де сіздер бірінші рет жасап жатсаңыздар, 1 дегенді қоясыздар. Срок действия трудовой договор дегенде неопределенный срокты таңдайсыздар ма, неполный барлығын таңдап аласыздар осылай. Дата подписаны договор
сіздерге қай айдан бастап уже керек. Задниймен салатын болса задниймен қойсаңыздар да болады. Енді бізде қазіргі жағдайда бұл осы айда тіркеліп жатқандықтан өзіміздің осы айдың бас жағын қоятын боламыз. Келесі дата начала работа. Енді бұл жерде сіз қай күннен бастап жұмыс жасап жатырсыз, ипта деген сияқты датаны қоясыз осы жерде. Бізде қазір бүгінгі күнді қоямыз. Бас жағында тіркелді деп қойдық, енді осы соңынан бастап жұмыс жасап жатыр деген сияқтыны қойдық. Одан кейін дата окончена деген жерге ешқандай қоймайсыздар. Сіздер қай уақытқа дейін жұмыс жасайтындар білмейсіздер, сондықтан қоймай қойсыздар. Ары қарай біз должностьті таңдайтын боламыз. Бұл сіз ИП-ға қандай жұмысшы болып тіркеліп жатырсыздар, соны тіркеліп жазасыздар бұл жерге, должность деген жерге. Мысалға сіз бухгалтер, кассир болып тіркеліп жатсыз, соны таңдап аласыздар. Әркім өзінің статусына қарай осы жерге қояды. Бізде руководителі болып қойылып жатыр. Енді условия труда деген жерге нормальный дегенді таңдайсыздар. Должность деген жерде сіздердің өздеріңіздің жаңағыдай статустарыңызға байланысты қоясыздар. Қандай жұмыскер қылып алып жатырсыздар, соған байланысты. Осылай таңдап аласыздар. Келесіде бізде төменге қарай түскен кезде міне жасыл жанып тұр ғой, осыларды толтырмай қойсаңыздар болады. Тип работа списку деген жерде жасыл жанып тұр, міне олар толтырмай қойсаңыздар болады. Одан кейін вид работа деген таңдайсыздар. Основная работа, нормальный деген таңдайсыздар режимге. Егерде сіздерде жұмыскерлеріңіз жарты күн жасайтын болса, неполный деген таңдайсыздар. Келесі форма занятости деген жерге работа по месту нахождения работы деген таңдайсыздар. Одан кейін местоларыңызды таңдайсыздар. ИП-ның адресі қайда, соны таңдап осы жерге жазасыздар. ИП-да жұмыс жасап жатырсыздар сіздер. Осылай таңдап алғаннан кейін осылай барлық таблицалардың барлығын толтырып аласыздар. Және төменге қарай түсесіздер. Ол жерде сіздер сохранить дегенді баспайсыздар. Бірден неге барасыздар? ЭЦП ключтарыңызбен қол қойып сохранить етілген болады. Соған қойып аласыздар. Подписаться ЭЦП и отправить дегенді басып, жасылды басып жібересіздер. Сол кезде міне сіздердің жібергендеріңіз осылай жұмыскерлеріңіз қабылданып, осылай шығып тұрады. Қай күннен бастап қабылданды, қай жақтан қай күннен бастап жұмысқа кірісті деген сияқты. Келесіде бізде айта кететін жайт, бізде жұмыскерлердің салатын әлеуметтік төлемдері, егерде сіздерде 350 мың теңге айлық болған кезде жұмыскерлеріңізде міне осы нелерді төлейтін болады, әлеуметтік төлемдерді. Бұл жерде пенсионкамыз 35 мың теңге, ИПН налогымыз 5250 теңге төлейді, медстрахование взносы қылып төледік қой, біз 5950 теңге салады. ОПВР, пенсионный работодатель 8750 теңге. Ол пенсионный работодатель деген 2024-тен бастап әлеуметтік төлемдердің қатарына қосылған төлем түрі. Келесіде бұны сіздер айлықтарынан ыстап отырасыздар. Енді за счет работодателя деген жерге социальное отчисление 15750 теңге салады, және отчисление соцмедстрахование 5950 теңге салып отырады. Бұл 350 мың теңге айлық болған кезде работник өзі үшін салатын әлеуметтік төлемдер болып табылады.